Баршаңызға сәлем достар, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасымық сорпасының дайындалуын ұсынатын боламын. Өте дәмді, пайдалы және мейрамханадағыдан да дәмді болып шығатын рецепті соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай әрі тез. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Қызған сәтте пиязымызбен және бір тісше мен сарымсақ қосатын боламын. Дәмі кішкене ерекшелеу болсын деп, негізі қоспасаңыз да болады. Маған осы сарымсақ қосылған ұнайды. Аздап қуырғаннан кейін бір сәбізімізді қосамыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз, яғни жұмсарғанша. Келесі бізде 2 дана картопты ұсақтап турап, 4 бұрыштап. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін жуып тазаланған жасымықты қосатын боламыз. Оны да аздап майға қуырып аламын. Араластырып. Жақсылап араластырып болса, осы орайда тұзымызды да қосып жібереміз. Енді бұл жерде мен жаңа жасымықты салған ыдыспен 4 бақыраш деп айтайын, сондай су құятын боламын. Егер қою болғанын қаласаңыздар, 3-еуін қоссаңыздар да болады. Менде бұл жерде жасымық 250 грамм, яғни 4 осындай ыдыспен суды құйдым. Егер қою болғанын қаласаңыз, 3-еуі жеткілікті болады. Енді қайнағанын күтеміз, қақпағын жауып. Қайнап бастаған сәтте осылай бетіндегі көбігін алып, баяу отта баппен қайнататын боламыз. Қайнау уақыты 20 минут пен жарты сағат аралығында. Неге осылай болып пісіп шығады, бетіндегі қалған көбіктерін алып тастаймыз. Енді осы жерде газден бөлек алып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Оттан түсіріп езіп алғандарыңыз дұрыс. Кері қайтадан отымызға қоямыз, яғни газымызге. Қайнауын күтеміз, осындай аппақ көбік болады. Осы орайда қара бұрыш, орегано және кориандрымызды аздап қосамын. Барлығын жақсылап араластырып, баяу отта 15-20 минуттай тағы қайнатып аламын. Жасалу жолы тез, дайын болады, өте оңай, сондай-ақ өте пайдалы сорпа. Жылдамдығын асырғандықтан сізге жылдам қайнап жатырған сияқты болып көрінеді. Негізінде баяу отта қайнатсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің жасымық сорпамыз дайын болды. Ыдыстарымызға құйып ұсына берсек болады. Бұл жерде лимонды жеке-жеке қосып беретін боламын, және де осындай сухарикпен бірге бұл өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Лимонның соғын сығып, қызыл бұрышымызды қосып, осындай қытырлақ нандарды қасына қосып берсеңіздер, өте дәмі ерекше болып шығады. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.